Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет таңғы астың рецептін ұсынғым келеді. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен творог қажет болады. Үстіне бір дана жұмыртқаны саламыз, майдалап үгітілген ірімшікті саламыз, шым-шым тұз салып араластырамыз. Осымен салмасы дайын. 2 дана лавашты аламыз, пицца кескендей 3 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Салманы ішіне 1 қасықпен салып шығамыз, шет жақтарына жайып шығамыз. Лаваштың ұшынан бастап басына дейін жақсылап орап шығамыз. Егер сізде 4 бұрышты лаваш болса, тіптіден жақсы, шет жақтары қуырылған кезде құрғап қалмайды. Табаға май құямыз, қызып тұрған майда 2 жағынан қуырып шығамыз. Егер қуыруға шабытыңыз болмаса, бетіне жұмыртқаның ағын жағып, духовка пеште 190 градуста 15-20 минут қойып алсаңыздар да болады. Осымен біздің лаваштан дайындалған таңғы асымыз дайын болды. Таңғы асқа жасап, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Маған сеніп, видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін.